Қазақ тілін ең алғаш менің ата-әжем Қазақстанға жер аударылып көшіп келгенде естіген екен. Ол кезде бірде-бір сөзді түсінбепті. Бірақ олар сондай мейірімге толы жылы сөздер айтылып жатқанын сездік дейтін. Сондықтан да қазақ тілі мен үшін мейірімділік пен сүйіспеншіліктің тілі. Мен осы елде туып өстім. Көршілерімнің бәрі қазақтар, бір-бірімізбен қазақша сөйлесеміз. Қиындық болса, немесе шаңырағымда бір қуаныш бола қалса, бәрі бір ауыздан жұмыла кетіп көмектесуге асығады. Сондықтан да қазақ тілі мен үшін татулық пен бірліктің тілі. Мен қазақ тілінде оқыдым. Жоғары оқу орнында қазақша бітірдім. Қазір енді өзімнің арманымдағы жұмысымды істеп жүрмін. Әлі де болашақта армандарым көп. Сондықтан да мен үшін қазақ тілі мүмкіндіктер мен жаңа бастамалардың тілі. Қазақ тілінің болашағы үшін мен де латынды қолдаймын. Болашақта қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру жайлы шешім қабылданды. Бұл өте орынды деп санаймын. Түрлі ұлт пен ұлысқа ортақ қазақ тілі. Бұл өткен мен болашақтың алтын көпірі.